Ертеде бір патшаның жалғыз қызы болыпты. Кішкене ханшайым өте сұлу, ақылды, инабатты екен, бірақ оның тырнағын кемітіретін жаман әдеті бар екен. Қанша ескерту жасалғанымен ол оғаш дағдасын қоя алмапты. Бір күні қызының ұнамсыз қылығын патша тағы байқайды. Қыз баланың тырнағын кемітіруі ең жаман әдет, бүйте берсең тышқанға айналып кетуі мүмкінсің деді. Бірде сарайда ханшайым қуыршақтарымен ойнап отырды. Кенет жаман дағдасы есіне түсіп, тырнағын кемітіре бастайды. Сәлден соң айналадағы заттардың үлкейіп бара жатқанын байқайды. Жүгіріп айнаның алдына барады. Өзінің сұр тышқанға айналып кеткенін көреді. Айқайлап қызметшілерді шақырады. Бірақ аузынан шиқылдаған дыбыс қана шығады. Бұл дыбысты естіген ала мысық айбарлана атылады. Қыз қаша жөнеледі. Қыз бір үйдің түбіндегі тесікті көріп, соған кіріп кетеді. Бұл жағдайға қалай душар болғанын ойлайды. Әкесінің сөзін тыңдамағанына өкінеді. Енді не істеу керек?